Армысыздар, қымбатты тыңдармандар. Ана сүтін ақтамағанды ешкім мақтамайды. Жаңа әңгіме. Ана наласы. Авторы Есет Табынбаев. Жаңа ғасыр басталған тұста біз тұратын 2 қабатты үйдің төменгі пәтерінің біріне Аслан есімді жігіт отбасымен көшіп келді. Қашанда алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық деп ұғынатын халықтың ұрпағы емеспіз бе? Алғашқыда қапсағай денелі, теңіз толқындай иріндеген бұйра шашты, үнемі көзі қанталап жүретін ақ-сары жігітті ешкім жатырқаған жоқ. Оны айтасыз, көрші көлем әрқайсысы бауырына тартып, жақын араласа бастаған еді. Өзі де ашық жарқын қалпымен келген сәттен-ақ көпшілікке тез сіңісіп кетті. Әдепті де бауырмал ақ жарқын көрінген. Алайда көп ұзамай өзге қырынан танылды. Біршама уақыттан соң Асланның үйіне жастау әйел мен 3 ұсақ баланың 70 жаста алқымдаған қартаң әженің кіріп шығып жүргенін байқадық. Көршілердің баршасы жас келіншекті, жігіттің әйелі мен балалары, кемпірді анасы шығар деп ойлаған еді. Кейінірек бұл келіншек көрші жігіттің күйеуі қайтыс болып, жесір қалған әпкесі, ал күйеу ананың шынымен де анасы екенін естідік. Өмір жолының оңайға түспегенін аңғартқандай, әженің еті қашқан, салалы саусақтары үнемі қалтырап жүретін. Балалық дегенді қойсаңшы, бір шаңырақтың астында тұратын қос қабатты үйдің балалары. Біздер сол кемпірдің үздіксіз дірілдеп тұратын қолдарынан өлердей қорқатынбыз. Кез келген ойын баласын балалық шақта ең алдымен дос керектігі белгілі. Жаңа көршіміз Роза апаның үлкен баласы менімен түйедей құрдас болып шықты. Есімі Қанат екен. Екеуміз бірден тіл табысып кеттік. Қанат ауылға көшіп келгелі жұбымыз ажырамайтын болды. Қайда барсақ та бірге жүреміз. Ол кезде әлі мектеп жасына тола қоймағанбыз. Бал дәурен, балалық шағай десеңші, бар уақытымыз асыр салып ойнаумен өтеді. Таң ертеңнен кешке дейін үйдің бетін көрмейміз. Жаздай май топырақты бұрқыратып, ала доп қуалап күн өтетін. Қарнымыз ашша көршілердің кез келгеннің үйіне кіріп, бұйырған дәмге тойып алатынбыз. Баршасы ауылдан көшіп келгендіктен шығар, қос қабатты үйдің тұрғындары кең пейілді, жатырқауды білмейтін жандар еді. Қас қарая жатар, орынға зорға жетіп, алаңсыз ұйқыға бас қоюшы едік. Күнделікті қайталанатын тірлігіміз, әке-шешемізде қабақ шытып, ләмим демейтін. Өмір деген ұлы керуеннен түсінігіміз мардымды болмаса да, балаңқы көңілмен кімнің бақуатты, кімнің жұпыны тұратынын өзімізше саралай алатынбыз. Менің жаңа досымның үйінің тұрмысы өте төмен болды. Оны аяп үйден тәтті мәттіні тығып алып шығып, Қанат пен інілеріне үлестіріп беретінмін. Жоқшылық деген жалмауыз адам баласының жүрегін жасытып жіберетіні бала да болса, сонда да сезіндік. Олар өте жалтақ болатын. Менің үйден жасырып әкелген тәттілерімді көзден елеусіз қуысқа барып, жан-жағына алақ-жұлақ қарап қойып жеп алатын. Қайран өмір-ай десеңші. Арада сынаптай сырғып күндер мен айлар өтіп жатыр. Бойы үйренген соң жаңа көршіміз Аслан түрлі жағымсыз қылық көрсететін болды. Үйіне сақал мұрты, өсіңкі жүріс-тұрыстары қолайсыздау адамдар жиі келетін болды. Оған қоса ішкілікке де үйір болып шықты. Роза тәтеге де қол жұмсауды дағдыға айналдырды. Қабырғасы жұқа, құрқылтайдың ұясындай шағын 2 бөлмедегі дауыс пен әңгіме жатсын ба? Кімнің үйінде не болып жатқан көршілердің барлығы да хабардар болып отыратын. Кейде Роза тәте 3 баласын ертіп біздің үйге қашып кіретін. Қызу қанды қарулы әкемізді пана тұтса керек. Өкінішке орай осындай сәттер жиі орын алып тұратын. Бір күні тағы осы жайт қайталанды. Үсті басы ебіл-дебіл, шашы дударланып, киген киімі алқам-салқам болған.
Қанаттың мамасы жан ұшырып үйге жүгіріп кірді. Қаншанда мұң тұнып тұратын екі көзі көгеріп ісіп кетіпті. Есіктен кірген бойда өксіп, «Ағау, мына алқаш өлтіріп тынатын болды ғой. Үйдің де берекесі кетті. Ішкені күнде арақ. Балалардың да зәр-иманы алып бітті. Бұрын балаларды ұрып жатқан інілері ғой. Әкесі болмаған соң еркек ретінде тәрбие бергені шығар. Ыржық болып өспесін дейтін болар» деп үндемеуші едім. Кейін араққа тойып алып, балаларымды аяусыз сабайтын болды. Ана тұрмақ, хайуан да баласын қорғамайтын ба еді? Орталарына түссем, маған да қол көтереді. Жанжалдың себебіне үңілсек, болмашы ғана нәрсе. Бала немененің ойнағысы, асыр салып жүргісі келмей ме? Інім соған шамданды. Балаларға да тәуекел дер едім. Бәрінен жүріп тұруы қиындаған анамызға обал болды. Бұрыштағы кереуетінде бәрін көзімен көріп отыр. Әжім жүзіндегі жасты көрсеңіз ғой аға. Тіпті жүрегіңіз аурады. Санасызға сан айтсаң да қонбайды деген. Қанша жалынсам да інім ештеңені түсінбейді. Анамызды да аямайды. Ананың қолынан жылаудан басқа ештеңе келмейді. Жүрегі ауырып өлетін болды. Аға, бір қайрат қылыңызшы деп еңіреп жібергені ойымнан жатталып қалыпты. Мейірімді ақ көңіл анам болса, Роза апайды бауырына тартып, айналайын, қоя ғой, түзелетін шығар деп жатыр. Әкем қатты ашулы. Түнерген қалпы есіктен шапшаң шығып кетті. Мен де ере шықтым. Ештеңе тындыра алмасақ та ойын баласына бәрі қызық емес пе? Енді не болар екен деп оймен алақтап тұрмын. Әкем Асланның үйінің есігін жұлқи ашып кіргенде бірдеңеден құр қалғандай мен де қабаттаса ендім. Үйдің іші арақ пен темекінің иісі, қираған сынған заттар, ішімдіктен босаған бөтелкелер, онсыз да қара көлеңке бөлмені тіпті қорқынышты қылып жібергендей. Әкемнің ашуын жақсы білетін Аслан үйінен ізім қайым жоқ болыпты. Түкпірдегі бөлмеден өксіген адамның даусы еміс-еміс естіліп тұрған еді. Әкеме еріп бөлмеге кіргенде аппақ шашын жайып жіберген, дірілдей беретін екі қолын көкке көтеріп, жастықта сүйеніп отырған қара кемпірді көрдік. Жүзі бұл жолы бұрынғыдай адамның аянышын, сезімін тудырғандай. Жанары өте суық, әрі сұмдық қорқынышты, құдды дәл алдымызда адам емес, тірі аруақ отырғандай. Ішіне бірдеңелерді күбірлеп сөйлейді. Өзім күнде көріп жүрген әжеден мұндай қорықпаппын. Әкем үн-түнсіз бұрылып кеткендей, оның жанарына іркілген жас тамшыларын байқадым. Менің ештеңе түсінбегенім кейде аң-таңмын. Үйге келген соң әкем ананы нала қылған жан қайда барады дейсің? Адамның тергеуінен құтылмағанымен Алланың сұрауынан сытыла алмас деп кіжінді. Сол оқиғадан кейін көп ұзамай Роза тәтей балаларын алып көшіп кетті. Мен досымды онан кейін көрген емеспін. Қаңыраған пәтерде Аслан мен қара кемпір ғана қалды. Аслан ішкілікке бір жолата берілді. Үйінде апталап, айлап болмайтынды шығарды. Тіпті ат ізін салмайтын да болды. Анасын да іздемейді. Тас жүрек. Менің анам болса, жападан жалғыз қалған әжейді бірде үйге шақырып әкеліп тамақтандырса, енді бірде өзі әжеге барып үйін тазалап асын дайындап беріп тұратын. Кейуана қалтырап дірілдеп зорға жүріп үйге келгенде біз алақай, әжеміз келді деп мәз-мейрам болып қалатынбыз. Әке-шешемнің анасы ертерек өмірден өтіп кеткен. Әжесі бар достарымды қатты қызығатынмын. Шіркін, біздің де әжеміз тірі болғанда ешқашан ренжітпеуші едік деп армандайтынбыз. Арада бірнеше ай өтті. Күздің жайма шуақ күнінде көрші әжей дүниеден озды. Адамдардың азан-қазан болып жылағаны, біз тұратын екі қабатты үйге кіріп шығып жатқандары өмірде бізге беймәлім.
өте көп дүниелердің бар екендігін ұққандаймын. Орал қаласына білім алуға аттанғалы жүргенімде балалық шағымдағы достарымды әлеуметтік желіден іздестірген едім. Кездейсоқ Қанаттың парақшасын жолықтырдым. Маған әдемі, сұңғақ бойлы, аққұба жүзді жігіт желіден күлімдей қарап тұрды. Аса бақытты жандай болып көрінді. Жеке парақшасын ашқанымда Алматыдағы белді жоғарғы оқу орнына грантпен түстім достар деген жазуды көзім шалды. Ал анас наласын арқалаған Аслан болса үшті-күйлі жоғалып кетіпті. Оның қайда жүргенін, өлі не тірі екенінен ешкім де бейхабар. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман, аналарымызды әрқашанда құрметтеп, қадіріне жетейік. Ана наласы. Әсет Табынбаев. Әрине, әңгіме ұнап жатса, қолдап кетейік.